Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, арнайы сіздер үшін дайындалған бейнероликтегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау бойынша түсіндірме жұмыстарының негізгі мақсаты ұйымдағы қызметкерлердің өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауды жеткізу, негізгі мәселелермен таныстыру болып табылады. Қызметтік және қосалқы үй-жайларды күтіп ұстау тәртібі. Тыйым салынады. Өрт сөндіргіштерге, өрт крандарын қолжетімді ұстауға, жобада қаралған есіктерді алып тастауға, эвакуациялау жолдары мен шығу жолдарын әртүрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, қалдықтармен, қоқыстармен және басқа да заттармен толтыру, авариялық шығу есіктерін құлыптармен жабуға тыйым салынады. Электр жабдықтарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі. Тыйым салынады. Зақымдары бар қуат сымдары мен розеткаларды пайдалануға, электр шамдары мен шамдарды қағазбен, шүберекпен және де басқа да жанғыш материалдармен жабуға, сондай-ақ лампаның конструкциясында көзделген қалпақ шамдарды алып тастауға, қолдан жасалған электр жылытқыштарын пайдалануға, тұрмыстық электр аспаптарын, оның ішінде күту режимінде тұрғандарды қараусыз қалдыруға, желінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін бір электр розеткасында қуаттылығы жоғары аспаптар мен жабдықтарды қосуға. Жұмыстың соңында үй-жайды тексеру және жабу тәртібі. Жұмыс күнінің соңында үй-жайдан соңғы шыққан адам үй-жайды өрт қауіпсіздігі бойынша тексеруге міндетті. Жарықтандыруды өшіру, кеңсе жабдықтары мен электр құрылғыларын электр желісінен ажырату, терезе желдеткіштері мен есікті бекіту, бөлменің терезелерін қоршау, жылыту құрылғыларынан жанғыш материалдарды алу қажет. Ішкі өртке қарсы сумен қамтамасыз ету, өрт сөндіру түтік құбырын толығымен жайып, оқпанды өрт көзіне бағыттап, оны мықтап ұстау керек. Кернеу астында тұрған электр қондырғыларын сөндіру үшін ішкі өртке қарсы суды пайдалануға тыйым салынады. Өртті сөндіру үшін дұрыс құралды тиімді пайдалану үшін тек өрт сөндіргіштерді пайдалану ережелерін оқып қана қоймай, алдымен белгілі бір құрылғыға арналған нұсқаулықты зерделеу қажет. Өрт сөндіргішті қолданып болғаннан кейін оны қайта зарядтау немесе жаңасымен ауыстырып, қайтадан орнына қою керек. Өрт кезінде қызметкерлердің жұмыс тәртібі. Түтінді, температураның көтерілуін, жану иісі немесе өрттің басқа белгілерін алғаш байқаған қызметкер өртке қарсы қызметтің 101 телефонына немесе 112 бірыңғай жедел телефон нөміріне хабарласуға тиісті. Дүрбелеңсіз және дауысыңызды көтермей, белгіленген тәртіппен хабарлауыңыз керек. Бірінші, мекен-жай бойынша ақпарат. Екінші, өрт болып жатқан жер. Үшінші, адамдарға қауіптілік дәрежесі. Төртінші, аты жөні. Басқа қызметкерлерге қауіп туралы хабарлау. Оқиға туралы жоғары тұрған басшыға хабарлау. Сондай-ақ, өрт туралы қауіпсіздік бекетіне хабарлау үшін қолмен өрт дабылдарын пайдалану қажет. Қатты түтін шыққан бөлмеде және баспалдақ торларында дымқыл шүберекпен немесе орамалмен еңкейе отырып қозғалу қажет. Лифттерді пайдалануға қатаң тыйым салынады. Бөлмеде шыққан кезде оттегінің отқа түсуіне жол бермеу үшін терезелер мен есіктерді жабу қажет. Маңызды ақпарат. Төтенше жағдайлар қызметінің үй-жайға кіруін жеңілдету үшін есіктерді құлыптауға қатаң тыйым салынады. Адамдардың өрт орнынан қауіпсіз жерге эвакуациялануын өрт сөндіру сатылары арқылы жүзеге асыру қажет. Естеріңізде болсын, сіздің қауіпсіздігіңіз өз қолыңызда.